Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика пәні 24-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділік тақырыбы. Бірінші тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Кестеге қараймыз. Бағасы, саны және құны. Бірінші. Бағасы 9 теңге. Саны 3 дана. Құнын анықтау керек. Мұнда қараймыз, құнын анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. Құнын анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. Бағасы 9 теңге, оны 3 данаға көбейтеміз. Сонда 27 теңге болады. Жауабы 27 теңге. Екінші. Бағасы 5 теңге, саны белгісіз. Құны 30 теңге. Санын анықтау үшін мұнда қараймыз. Сатып алынған заттың санын білу үшін заттың құнын заттың бағасына бөлу керек. Міне, осы формула бойынша шығарамыз. Санын анықтау үшін құнын бағасына бөлеміз. Құны 30 теңге, бағасы 5 теңге. 30 бөлу 5 тең 6 болады. Жауабы саны 6 дана. Үшінші. Бағасы белгісіз. Саны 6 дана. Құны 24 теңге. Бағасын анықтау үшін заттың бағасын білу үшін заттың құнын оның санына бөлу керек. Міне, осы формула бойынша есептейміз. Бағасын анықтау үшін құнын санына бөлеміз. Құны 24 теңге, саны 6 дана. 24-ті 6-ға бөлгенде 4 теңге болады. Жауабы 4 теңге. Екінші тапсырма. Дүкен ойыны. Сен дүкенге келдің. Әрбір сатып алынған заттың құнын анықта. Кесте бойынша есеп құрастырыңдар. Заттың құнын анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. Бірінші есепке қараймыз. 9 теңгеден 5 дәптер. Есептің шартын құрып аламыз. 1 дәптер 9 теңгеден 5 дәптер белгісіз. Оны анықтау үшін 9-ды 5-ке көбейтеміз. Тең 45 теңге болады. Жауабы 5 дәптер 45 теңге тұрады. Екінші есеп. 1 дәптер қап 7 теңге. 4 дәптер қап белгісіз. Мұнда бағасы 7 теңге, саны 4 дәптер. Құнын анықтау үшін 7-ге 4-ті көбейтеміз. 28 теңге болады. Үшінші есеп. 8 теңгеден 2 ашық қат. Сонда 1 ашық қат 8 теңгеден 2 ашық қат белгісіз. Бағасы 8 теңге, саны 2. 8-ді 2-ге көбейтеміз. 16 теңге болады. Жауабы 2 ашық хатқа 16 теңге төленді. Төртінші есепке қараймыз. 8 теңгеден 3 хат қалта. Құнын анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. 1 хат қалта 8 теңге, 3 хат қалтаның құнын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 8 теңгені
3 қатқалтаға көбейтеміз. Яғни бағасын санына көбейтеміз. 8 көбейту 3, 24 теңге болады. Жауабы 3 қатқалта 24 теңге тұрады. 5-ші есепке қараймыз. 8 теңгеден 4 бетбелгі. Бір бетбелгінің бағасы 8 теңге, 4 бетбелгінің құнын анықтау керек. 8-ді 4-ке көбейтеміз. 32 теңге болады. Жауабы 4 бетбелгі 32 теңге тұрады. 6-шы есеп 10 теңгеден 5 өшіргіш. Бір өшіргіштің бағасы 10 теңге, 5 өшіргіштің құнын анықтау керек. Оны анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. 10 теңгені 5 өшіргішке көбейтеміз. 10 көбейту 5, 50 болады. 50 теңге. Жауабы 5 өшіргіш 50 теңге тұрады. 3-ші тапсырма. Есептер құрастыр. Болды 100 теңге. 8 теңгеден 3 қарындаш сатып алынды. Қалды неше теңге? Шешуі барлығы 100 теңгеден азайтамыз. 8 теңгеден 3 қарындаш. 8-ді 3-ке көбейткенде 24, 100-ден 24-ті азайтқанда 76 теңге болады. Жауабы 76 теңге қалды. 2-ші есеп болды 80 теңге, сатып алынды 9 теңгеден 2 дәптер. Неше теңге қалды? Шешуі барлығы 80 теңгеден азайтамыз. 9 теңгеден 2 дәптер. 9 көбейту 2. 9-ды 2-ге көбейткенде 18 болады. 80-нен 18-ді азайтқанда 62 теңге болады. Жауабы 62 теңге қалды. 3-ші есеп болды 70 теңге, сатып алынды 2 теңгеден 4 скрепка. Шешуі барлығы 70 теңгеден азайтамыз. 2 теңгеден 4 бетбелгі. 2 көбейту 4 болады. 2 көбейту 4. 2-ге 4-ті көбейткенде 8. 70-ден 8-ді азайтқанда 62 теңге болады. Жауабы 62 теңге қалды. 4-ші тапсырма. 500 теңгеге сен не сатып алар едің? Мысалы, мен 350 теңгеге бір бәліш, және 120 теңгеге бір сок, және 15 теңгеден 2 шоколад сатып алам. Енді қосамыз. 350-ге 120-ны қосқанда 470 болады. 15 теңгені 2-ге көбейткенде 30 теңге болады. 470-ге 30-ды қосқанда 500 теңге болады. Ойыншық ақшаларды пайдаланып, дүкен ойынын ойна. Ең алдымен барлығы қанша ақша екенін есептейміз. 100 теңгеден 3-еу бар, ол 300 теңге болады. 200 теңгеден 2-еу бар, 400 теңге болады. Және 500 теңгеден 2-еу бар, ол 1000 теңге болады. Барлығын қосқанда 1700 теңге. Енді есеп құрастырамыз. 4 дәптер 100 теңгеден, альбом 300 теңге. Болды 1700 теңге, қалды неше теңге? Ең алдымен 4 дәптерді 100 теңгеге көбейтеміз. 4 көбейту 100, оған қосамыз альбом 300 теңге. 4-ке 100-ді көбейткенде 400, 400-ге 300-ді қосамыз 700 болады.
700 теңге. Болды 1700, одан азайтамыз 700 теңгені. Сонда 1000 теңге қалады. Жауабы 1000 теңге қалды. 5-ші тапсырма. Есептер құрастыр. Болғаны сатып алынды қалды. Бірінші есеп. Болғаны 100 теңге. Сатып алынды 9 теңгеден 4 дана, мына. 1, 2, 3, 4. Неше теңге қалды? Оны анықтау үшін болғаны 100 теңгеден азайтамыз. Сатып алынды 9 теңгеден 4 дана. 9 көбейту 4 болады. 100 азайту 9-ды 4-ке көбейткенде 36 болады. 64 теңге болады. Жауабы 64 теңге қалды. Екінші есепке қараймыз. Болғаны 90 теңге. Сатып алынды 10 теңгеден 5 дана. Қалды неше теңге? Оны анықтау үшін барлығы 90 теңгеден азайтамыз. 10 теңгеден 5 дана. 10-ды 5-ке көбейтеміз. 90 азайту 10-ды 5-ке көбейткенде 50 болады. 90-нан 50-ді азайтқанда 40 теңге болады. 40 теңге қалды. Үшінші есеп. Болды 60 теңге. 7 теңгеден сатып алынды 7 теңгеден 5 дана. Шешуі барлығы 60 теңгеден азайтамыз. 7 көбейту 5-ті. 60 азайту 7-ні 5-ке көбейткенде 35 болады. 60-тан 35-ті азайтқанда 25 теңге болады. Жауабы 25 теңге қалды. 6-шы тапсырма. Есепте. Бірінші есепте бірінші жақшаның іші, екінші қосу амалы орындалады. 25 мыңнан 5 мыңды азайтқанда 20 мың болады. Қосамыз 12 мыңды. 32 мың болады. Келесі есепте бірінші жақшаның іші, екінші азайту амалы орындалады. 80 мыңнан азайтамыз. 35 мыңнан 30 мыңды азайтқанда 5 мың қалады. 80 мыңнан 5 мыңды азайтқанда 75 мың болады. Келесі есепте бірінші жақшаның іші, екінші қосу амалы орындалады. 56 мыңды жазамыз. Қосу 20 мыңнан 16 мыңды азайтқанда 4 мың қалады. 56 мыңға 4 мыңды қосқанда 60 мың болады. Келесі бірінші жақшаның іші, екінші азайту амалы орындалады. 25 мыңнан азайтамыз. 5 мыңға 12 мыңды қосқанда 17 мың болады. 25 мыңнан 17 мыңды азайтқанда 8 мың қалады. Келесі есепте бірінші жақшаның іші, екінші азайту амалы орындалады. 80 мыңнан 35 мыңды азайтқанда 45 мың болады. Одан азайтамыз 30 мыңды. 15 мың қалады. Келесі есепте бірінші жақшаның іші, екінші азайту амалы орындалады. 56 мыңға 20 мыңды қосамыз. 76 мың болады. Одан азайтамыз 16 мыңды.
60.000 болады. 7-ші тапсырма. 8 бірдей тиынның біреуі жалған, бірақ ол басқасынан жеңіл. Ең аз өлшеу арқылы жалған тиынды қалай тауып алуға болады? Бірінші әдіс. Мына 4 тиынды таразының бір жағына қоямыз. Қалған 4 тиынды таразының екінші жағына қоямыз. Сонда бір жағы ауыр болады, бір жағы жеңіл болады. Енді екінші әдіс. Осы жеңіл жағындағы 4 тиынды алып, 2-2-ден таразының екі жағына қоямыз. Сонда біреуі ауыр болады, біреуі жеңіл болады. Үшінші әдіс. Осы жеңіл жағындағы 2 тиынды алып, бір-бірден таразының екі жағына қоямыз. Сонда біреуі ауыр, біреуі жеңіл болады. Сонда жеңіл жағындағы тиын жалған болып табылады. Демек, 3 рет өлшеу арқылы жалған тиынды тауып алуға болады екен.